Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге кондитер Қазығұрт. Бүгін біз сіздерге дәл осындай торттың сыртын тегіс етіп, қалай қаптауға болатыны туралы айтатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, подписаться батырмасын басып кетіңіз. Бізге қажет заттар, мен мұнда сары майымды салып қойдым, творожный сырымды салып қойдым. Енді үстінен қантымды салып аламын. Міне қантымды салып алдым. Торттың сыртын қаптағанға осындай қол миксер өте қолайлы. Осындай қол миксермен миксерлеймін. Миксерлеу барысында біздің креміміз өте тығыз болады және де ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Кішкене миксерлегеннен кейін осындай лопатканың көмегімен жан-жағын жинап, тағы да бір рет миксерлейтін боламыз. Осылай лопаткамен бір-екі рет араластырып жүрсеңіздер болады, 3-4 рет. Ал енді сіздерге мен кремнің түсін шығаруды көрсетейін. Маған заказға қою көк түсті торт заказға түскен. Қазір соны шығарудың жолын көрсетемін. Маған ол үшін осындай екі түрлі көк және де қара түсті краситель қажет болады. Видеода көрсетілгендей мен красканы кезек-кезек қоса отырып, өзімнің керекті түсімді шығарып алдым. Ал енді кондитерский мешокқа кремімізді салып, осылай торттың сыртына жағып шығамыз. Бұл торт менде 24 сағат бойы холодильникте тұрған торт. Сіздер қазір жиналған тортқа бұлай қаптау жасауларыңызға болмайды. Себебі сіздердің торттарыңыз қисық шығуы мүмкін, трещина беруі мүмкін деген сияқты көптеген қателіктер болуы мүмкін. Осылай мен сияқты шпательдің көмегімен торттарыңыздың сыртын тегістейсіздер. Дәл осылай мен сияқты скапуланың көмегімен торттың шетіндегі артық кремдерді алып тастасаңыздар болады. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, тегіс шықты. Сондай заказ болатын менде. Мой братан Арстан деген. Қараңыздар, өте әдемі, тегіс шықты. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады.